амансыз ба? Осында жұмыс жасайсыз ба? Иә. Сізден бір-екі сұхбат алсам болады ма? Әрине. Өз жұмысыңыз жайлы айтып берсеңіз, осы салаға келгеніңізге қанша жыл болды? Бұл салаға келгеніме жалпы 15 жылдай уақыт болып қалды. Жұмыс өтілімді 2008 жылы іс тіркеуші болып бастадым Қызылорда қалалық сотында. 2009-2010 жылдары сол іс тіркеушілікті жалғастырдым. 2010-2012 жылдары жетекші маман болып қызмет атқардым. 2010-нан қазіргі уақытқа дейін Қызылорда қалалық сотында бас маман болып жұмыс жасап келемін. Отбасыңыз жайлы айтып берсеңіз, үймен жұмысты қатар алып жүріске қиыншылық тудырмай ма? Отбасымда жұбайым мен 2 қызды тәрбиелеп отырмын. Шүкір Аллаға, ешқандай қиындық тудырмайды. Барлығы өзіңе байланысты. Жұмысты да уақытылы орындап, үйдің де шаруасына үлгеруге болады. Ол жағдайда жұбайым әрдайым қолдау көрсетіп отырады. Ешқандай қиындықтар жоқ. Енді жас мемлекеттік қызметшілерге қандай ақыл кеңесіңізді білдіресіз? Мемлекеттік қызметші ең бірінші халық пен билік арасындағы байланыстырушы буын болып табылады. Ал мемлекеттік қызметшінің бағасын беретін ол халық. Сондықтан да әрбір жас мемлекеттік қызметші халыққа қызмет ететінін естен шығармау керек ең бірінші. Мемлекеттік қызметші болу аса үлкен жауапкершілікті талап ететін жұмыс. Осы жолда мемлекеттік қызметшілерге, жас буындарға айтарым ең бірінші табандылық, әдептілік, сабырлық және өзін үнемі ұдайы жетілдіріп отыру. Сұхбатыңызға рахмет. Алдағы уақытта қызметіңізге сәттілік тілеймін. Қызылорда қалалық сотының бас маманы Искакова Ақкенже өзінің қызметтік жолын біраздан бері бастаған. Осы Қызылорда қалалық сотының ұжымында жұмыс жасағанына да біраз уақыт болған. Ақкенженің атқарып отырған жұмысы ең жауапты жұмыстардың бірі болып табылады. Себебі ол осы қалалық сотының судьялары мен қызметкерлерінің жасап отқан жұмысының көрсеткіштерін жасап отыр. Яғни статистикалық есептерін құрастырып, қалыптастырып, арнайы мәліметтерді дайындап, сот төрағасына жасалып жатқан жұмыстардың барлық күнделікті барлық көрсеткіштерін әзірлейді. Жеке адам ретінде Искакова Ақкенже жөнінде тек қана жақсы әңгіме айтқым келеді. Ұжымда өзінің арнайы беделі бар, жұмысты талап ете алады, өте жауапты нелерде отыр, жауапты жұмысты атқарып отыр. Осы күнге дейін тәртіптік жауапкершілігі немесе басқа да еңбек талаптарын бұзу фактілері орын алмаған, өз жұмысына өте адал, жеке басында да өзі өте сыйлы қызметкер, талап ете алады жұмысты. Сол себепті осы Қызылорда қалалық сотының жұмысын ұйымдастыруда оның қосатын үлесі өте зор. Ақкенже қарапайым, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білетін, әрқашан көмекке дайын тұратын, жұмысына адал, ұқыпты қызметкер. Отбасында аяулы жар, асыл ана. Ақкенжеге жұмыста толағай табыс, мансаптық өсу тілеймін. Әрқашан оған сәттілік